Үйдеуіңе болады, бүйдеуіңе болады. Ал құда 100 грамм құйдеуіңе болады. Ал құдаша бетімнен сүйдеуіңе болады. Ортаға шығып, секіріп, бүйдеуіңе болады. Тойдың бәрі біткеннен кейін берік. Чотам. Құдай шүкір қыламыз ба деп, үй жаққа қарай берікті сүйреуіңе болады. Берік пен Рашиданың атынан алғашқы приз. Мына приз кімге ие болады екен? Жұмбақ жасырам. Жұмбақ мынадай. Кім айтады? Кім айтады? Бала дүниеге келген уақытта ең алғашқы тойын не үшін тек қана әйелдер ғана тойлаған? Неге еркектер қоспаған? Неге әйелдер ғана ең бірінші шілдеханасынан шығарып, қырқына шығарып, оның тойын жасағанда, баланы бесікке салған кезде тек әйелдер ғана жиналған? Ең басты себебі бар. Кім айтады? Қол көтеріңіздер, мына приз. Кім айтса сол кісіге айтады. Негізі сұрағыңыздың жауабы мынандай болады деп ойлаймын. Ананы пайғамбарды ана тапқан деп. Дұрыс айтады. Себебі әйелден пайғамбар шықпаған, бірақ пайғамбарды туған кім? Ана, әйел. Міне сондықтан да тек аналар пайғамбар туатын әйелдер ғана бесік қаласы осыдан. Бірінші президентті қазанға не сыймайды? Бас емес, екі бас емес, тағы бірдеңе сыймайды қазанға. Не сыймайды? Қақпақ сыймайды. Браво, сыйлық кетті. Қазанға қақпағы сыймайды. Келесі сұрақ. Қазанның орысшасы не? Дұрыс айтады. Актер. Екіде бір болды. Келесі сұрақ. Мен дін мәселесі бойынша бір сұрақ қойғым деп тұр да өйткені. Мынау бір сүре бар. Сол сүрені бір 3 рет қайталап оқысаңыз, бір Құранды түгел оқып шыққанға пара-пар болатын сүренің аты қай сүре? Ясин емес. Хлас сүресі. Дұрыс айтады. Браво. Міне 3-тегі кім не болады? Кім айтады? Көріп тұрсыздар, мысалы баланың бесік тойына бүгін нағашылар бесік әкеліп отыр, көрдіңіздер, бесік, жасауын бәрін арқалап келіп отыр. Ал бала 1 жасқа толғанда нағашын не әкелу керек? Ничего себе, тайдан бастайды екенсіздер. Сүндет тойдап келінеді ғой, негізі ол балаға, тайды. Мен бұл жерде қыз бала, ұл бала деп тұрған жалпы перзент, бөпе бесікке салатында нағашысы бесік әкеледі, 1 жасқа толғанда не той жасайды негізі? 1 жасқа толғанда қандай той жасайды? Тұсаукесер. Вот сол тұсаукесерге не әкеледі нағашы? Ал? Енді бір ала жіп арқалап келе береді ме? Жоқ, бір құнды бір нәрсе. Енді сіздерге оңай табу үшін айтайын, 4 түліктің біреуін ақ беріп, тоқат ай емес, ат емес, айғыр емес, бір тойда айғыр дейді ғой. Не әкеледі? Не дедіңіз? Қой емес, бұзақ түйе емес. Не дедіңіз? Жоқ, бәсіре деген бала бірінші рет нағашысының үйіне қонаққа келген кезде, ол сол кезде туылған қозын атауы мүмкін. Сосын сол қозы күзде қойға кеткенде, ана бәсіреңді алып кетсейші, баяғы қозы қой болды ғой. Осы елдің Диля қазір айтады, дұрыс айтты Диля, ешкі. Не үшін деп ойлайсыз? Негізі дұрыс айтты, бірақ себебін кім айтады екен? Неге ешкі? Осы жер жаңбара, ешкі дедіңіздер ғой? Ешкі өрісті бастап жүреді, қой бастап жүреді. Отарды бастап жүрген екен, артынан мал ерсін. Негізі өте дұрыс, текеге қой бастатар. Еш уақытта қой бастамайды, өріске. Текеге ешкінің, лақтың, текенің жүгіріп, шығып кететін құс шыңына қой шығалмайды. Сондықтан да мына тұсау кесілген бала өмірде анау лаққа ешкіге ұқсап, шығар биігіне жаңылыспай, шатаспай, тақ деп тез шығып кетсін, биіктен далысын деген ырымменен арнайы ешкі алып береді екен. Шапалақ қойшымен. Мәссаған екінші бала машина. Құрандағы ең ұзақ
Біле білсеңіз деп абай айтты, абайдың бес асыл іс. Атаңыз бар, атаңыз. Ойлап қой, браво, шапалақ қойшы. Міне қанша баня бар айтыңыз. Көрсеңіз, егер